Мың бір түн. Бірінші және екінші тарау. Шахрияр патша мен оның інісі жайлы хикая. Бұдан алыс дәуір, сан ғасырлар бұрын Үнді аралдарынан бастап сонау Қытайды қоса құшағына алып жатқан байтақ өлкені Сасан әулетінен шыққан атақты бір патша билепті. Қаһарлы патшаның сарай төңірегіндегі қаптаған кәнизақ қатындарын, атарман шабарман, малай малшы, құл құтандарын бұлай қойғанда, қисапсыз әскерінен жер қайысады екен. Сол патшаның батырлығына күші сай, ақылдарына ісі сай, үйелмелі-сүйелмелі екі ұлы болыпты. Әсіресе үлкен ұлы Шахрияр нағыз жолбар жүріктінің өзі екен. Егде тартқан әке өздері тұрған өлкеге осы Шахриярды патша етті. Оның дегеннен қол астындағы халықтарға әрі әділ, әрі жайлы деген атағы шығады. Кіші ұлы Шахзаман Персия жағын билеп Самарқанда тұрыпты. Бұл да қол астындағы халықтың бабын тауып әділ патша атанады. Осылайша бұлар өз елдерінде 20 жылдай бейбіт берекелі ғұмыр кешеді. Бауырдың аты бауыр емес пе? Шахрияр патша 20 жыл бойы ат ізін салмаған інісін сағынады. Бір күні уәзірін шақырып, жағдайын айтып Шахзаманға барып, оны өзімен бірге ертіп келуге әмір етеді. Уәзір жалма-жан жолға шығады. Күнді күнге, түнді түнге ұрып отырып, ат көлік аман Самарқанға жетеді. Келісімен Шахзаман патшаның ордасына барып, дидарласып, амандық саулықтан кейін ағасының сағынышты сәлемін айтады. Өзімен бірге жүруін қалады. Мұны Шахзаман мақұл көреді. Өзі оралғанша ел билігін уәзіріне тапсырды. Жол жағдайына қамдана бастады. Ағасына арнаған сәлем сауқат, тарту таралғыларын, шатыр саймандарын түйе қашырларға артып, дәйекші даяшы малайлармен бірге көп әскерін ертіп, ағасының патшалық құрған өлкесіне сапар шегеді. Шаһардан ұзай бере еру қонады. Түн ортасы шамасында ағасына арнаған бір затының ұмыт қалғаны есіне түседі. Ұйқыдағы жұрттан ешкімді оятпастан салып ұрып ордаға келеді. Келсе өзінің төсегінде босағасында жүрген қап-қара құлдардың бірімен құшақтасып жатқан әйелінің үстінен шығады. Шахзаман мұны көргенде көзі қарауытып, мен әлі шаһардан шықпай жатып, бұл қарғыс атқан қатынның істеп жатқаны мынау. Ол жақта ұзақ жүргенде, бұл әлі қандай зұлымдықтарға барады екен, деді ішінен. Қаһарына мінген патша көзді ашып жұмғанша семсерін суырып алып, жатқан жерінде екеуінің де басын шауып тастап, еру оңған жеріне келеді де, жұртты оятып, енді күн түн демей, ірімен қарай жүре береді. Ағасының шаһарына жақындағанда келе жатқанын білдіріп хабар салады. Шахрияр қуанышы қойнына сыймай, сырнай кернейлетіп інісін қарсы алады. Мұның келуіне арнап бүкіл шаһарды жасандырып тастаған екен. Өткен кеткенді бір-біріне айтып қанша мәз-мейрам болғанымен інісінің есінен әйелінің қылығы кетпей, өңі қашып, сұрланып, дәрмені құрып, қабағы жазылмай қояды. Мұны сезген ағасы анау патшалығымен артта қалған елі, отбасы ойына түсіп отырау деп жорамалдайды да, тәптештеп ештеңе сұрамайды. Болмағасын күндердің күнінде ағасы мазасызданып, бауырым, сен келгелі тым жүдеп кеттің, соншалық саған не болды? Рең сарғайып, қан сөлің қалмай барады ғой дейді. Шахзаман оған, жай, ішімнің аздап дімкәсі бар еді деп әйелімен болған оқиғаны бүгіп қалады. Олай болса, жүр, аңға шығайық. Аздап көңілің сергісін дейді Шахрияр. Шахзаман мұны да мақұл көрмей. Сонымен аң аулауға Шахрияр жалғыз өзі кетеді. Патша сарайының бақшаға қарайтын терезесі бар еді. Шахзаман зерігіп, терезенің алдына келіп қарап тұрғанда, бір кездері патша сарайының қақпасы ашылып, 20 шақты кәнизактар мен 20 шақты құл шұбырып шыға келді. Олардың ортасында ай десе аузы, күн десе көзі бар, сымбатты жеңгесі бірге жүр. Бәрі хауыздың жанына келіп, тырдай жалаңаш шешінді де, әрқайсысы бір-бір құлды құшақтай отыра кетті. Бір сәтте жеңгесі Масғұт деп айқайлап біреуді шақырды. Осы кезде қазанның түп күйесіндей қап-қара, еңгезердей бір құл келіп, жеңгесімен құшақтаса құлады. Сөйтіп екеуі құшақтарын жазбастан жата берді. Әлгі кәнизактар мен құлдар да осылайша бір-бірін құшақтап аймаласып күн батқанша білгендерін істеді.
Мұны көріп тұрған патшаның інісі өзіне өзі: «Құдай куә, менің басымдағы қасірет мынаған қарағанда ойыншық екен» деді. Бойы сергіп, өз әйеліне деген қызғаныш оты сөне бастады. Беті аулақ мына сұмдықтың қасында менің жағдайым тойға барғанда екен деп бір қойды. Бұрынғыдай емес, ішіп жеңге тәбеті шапты. Ағасы аңнан оралғаннан кейін бір-бірімен дидарласқан соң, інісінің алғашқыдай емес, бетіне қан жүгіріп, ажары кіріп, тамақты да оңды-солды соғып отырғанына қуанды. «Бауырым-ау, Құдайға шүкір, жүдеп тым нашарлап кетіп ең, ажарың кіріп адам боп қалыпсың, мұның себебі не?» деді. «Менің неден жүдегенімді сізге баяндайын. Бірақ ажарың кіріп адам қалпына қосылғанымның сырын айтпай-ақ қояйын» деді Шахзаман. «Ал ендеше сонша жүдеп жадаған себебіңді баянда, құлағым сенде». «Бауырым, ол былай деп бастады Шахзаман: сенің уәзірің мені шақыртқан хабарыңда келісімен дереу жолға шығуға даярландым да аттанып кеттім. Шаһардан көп ұзамай иіру қондық. Түн ортасында өзіңе арнаған бір алмас семсерімді ұмытып кеткенім есіме түсіп, сарайыма қайта оралдым. Ол ұмытылған алмас семсерге бармақ басындай гауһар орнатылған еді. Кіріп келсем, өзімнің төсегімде әйелім бір құлмен құшақтасып жатыр екен. Ай-шайға қарайтын шама жоқ, екеуінің де басын алдым да шығып кеттім. Міне, менің жүдеп жадауымның себебі осы. Ал енді қазір ажарың кіріп тамаққа зауқым соққанның себебін бұдан былай менен сұрама» деді. Ағасы мұны естіп алған соң: «Жоқ, енді сен бастаған екенсің, түгел айт. Оң алып қалған себебіңді менен несін жасырасың? Құдай үшін айтшы» деп өзеуреп қоймады. Қанша жалтарса да құтыла алмасын білген соң, Шахзаман көргеннің барлығын баян етті. Шахрияр мұны естігенде: «Өз көзіммен көрмей сенбеймін» деді. Шахзаман тұрып: «Олай болса тағы да аңға шыққан болып кетті аға, өзің қайтып келіп менің қасыма отыр. Сол кезде өз көзіңмен көресің» деді. Патша сол заматта аңға шығамыз деп әскерлеріне қаланың сыртына шатыр алып шығуға бұйрық берді де, өзі бір шатырдың ішіне кіріп, менің үстіме тірі жан келмесін деп әмір етті. Сөйтіп киімдерін өзгертіп жасырын оралды да інісінің қасына келіп жайғасты. Сәлден кейін бұлар бақшаға қараған терезеден қарап отырғанда, хауыздың төңірегінде інісі айтқан оқиға қайтадан басталды. Сол баяғы канизактар мен құлдар өзінің әйелі бесін намазының азаны шақырылғанға дейін әлгі құлмен бар білгенін істеді. Мұны көрген Шахрияр бас айналып көзі қарауытып Шахзаманға: «Тұр бауырым, бүйтіп ел басқарып патша болғаны құрысын. Тайып тұрайық. Мынау сияқты қорлық масқараны бізден басқа басынан кешкен бір адамды тапқанша екеумізге дамыл жоқ. Бүйтіп тірі жүргеннен қаңғырып өлген артық» деді. Сонымен бұлар сарайдың арт жақтағы жасырын есігінен шығып, беті ауған жаққа күн түн демей жүріп отырып, ашы теңізге таяу бұлақ жағасында өскен бір биік бәйтеректі көреді. Таяу жерде ағып жатқан бұлақтан шөлдерін қандырып, бәйтеректің түбіне келіп дем алып, естерін жиды. Кәдімгі түс мезгілінде кенет теңіз теңселіп толқын пайда болды да, оның ортасынан қап-қара бір бұлт қазықтай шаншылып, аспанға шапшып барып, бұлар отырған жерге жақындай берді. Мұны көрген ағайынды екеуі зәрелері ұшып, бәйтеректің басына қалай өрмелеп шыққандарын байқағанда жоқ. Енді не боларын бағып отыр. Әне-міне дегенше басы қара қазандай, кеудесі есікпен төрдей, төбесіне көтерген сандығы бар дәу көрінді. Судан шыққан бойы бұлар басында отырған бәйтеректің түбіне келіп, сандығын ашып, одан үлкен құты алды. Енді құтысын ашқанда, оның ішінен ажарынан ай жасқанар тамаша бір келіншек шыға келді. «Әтия ақын, мұндай сұлу жайлы былай деген екен. Қас аруын қара түнді жарқыратып жіберді. Сұңғақ бойы нұр сәулесі үстем құрып тұр енді. Ұлан асыр нұрын төгіп күн шыққандай қас қағар, сырғанда бет пердесін жұлдыз біткен жасқанар. Құлар еді алдына оның басын иіп жан біткен, жебеушісі жеткендей-ақ жаутан қағар сан күткен. Қаһарланса найзағай боп өртеп бәрін кетердей, тыю бермес көз жасыңда толас таппасын өсердей». Әлгі дию келіншекке қарап, игі жақсылардың әміршісі болған аруым, мен сені неке қияр тойында алып қашып едім. Содан бері дамыл жоқ, әбден шаршадым. Келші,
тізене басымды қойып, кішкене дем алайын деп келіншектің тізесіне басын қойып, ұйқыға кетеді. Осы кезде жан-жағына жалтақ-жалтақ қарап отырған әлгі келіншектің ағаш басындағы екі жігітке көзі түседі. Тізесін әлгі диюдың басынан сездірмей алып, орнынан түрегеліп екі жігітке: «Бұдан қорықпаңдар, бері түсіңдер» деп үн қағады. Олар: «Алланың атымен ант етейік, мына бәлеңнен аулақ» дейді үрейлері ұшып. Сонда әлгі әйел тұрып: «Егер қазір түспесеңдер, мына дәуді оятамын, екеуіңді де қазір иттей қинап өлтіреді» дейді. Қорыққаннан екеуі де ағаштан түсіп әйелдің жанына келеді. Әйел шешініп жата кетіп: «Қане, алдымен қайсың, сал сайманыңды сағақтата, әйтпесе мынаны оятамын» деді. Үрейі ұшып кеткен Шахрияр патша Шахзаманға: «Ал, бауырым, мынаның тілегін орында» дейді. Шахзаман: «Жоқ, алдымен өзің кіріс» деп болмайды. Бұлар «Сен бар, мен бар» деп тұрғанда әйел: «Немене сонша, неге кідіріп қалдыңдар? Айтқаным айтқан, келмесеңдер мынаны оятам» деді. Екеуіне де жан керек, амалсыздан әйелдің ықтиярына көнеді. Әйел екеуімен де нәпсі құмарын тарқатып, мауқын басады. Содан кейін барып: «Естеріңді жиындар» дейді де ішкі көйлегінен жіпке тізген 570 сақинаны алып шығады. «Мына сақиналардың сыры неде екеніне зейілдерің жете ме?» деді. Ағайынды жігіттер: «Оны қайдан білейік» дейді. «Ендеше тыңдаңдар, мынау сақинаның әрқайсысының иесі дәл өздеріңдей жігіттер. Мына диюдың жанында жүргенімде осылардың бәрі менің непсімнің жаңағы өздеріңдей құмарын тарқатқандар. Ана қолдарыңдағы сақинаны бері әкеліңдер» деді. Ағайынды екі жігіт сақиналарын береді. Әйел тұрып: «Мына қатқан дәу өзімнің сүйген жігітіме қосылып, неке қиятын түні мені алып қашты да мына құтының ішіне бекітті. Құтыны сандыққа салды. Сөйтіп сандықты 7 жерінен кілттеді де арыстандай ақырып жатқан теңіз түбіне тастады. Сонда тірі пендеден мені қызғанған түрі. Бірақ әйел халқы нәпсісі шапқанын істеймін десе, бәрібір есебін табатынын бұл қайдан білсін? Көрдіңдер ғой, сендер менің етегіме еңкейткен еркектердің 572-сіңдер. Осы ойнастың бәрін мына дәудің қас қабағының астында жүріп жасаған. Қатынға қарауыл боп үдесіне шыққан тірі пенде жоқ бұл әлемде. Ақын әйел жайлы былай дегені естеріңде болсын. Есің кетіп сенбе әйел затына, ант су ішіп бақ орнатпас басыңа. Кешірімі кегі оянған заматта нәпсі жеңіп салар сені азапқа. Жандым күйдім, сені сүйдім дегені сұм-сұрқия мекерліктің желеуі. Ғибрат ал жүсіп кешкен өмірден, опа таппай олда айырылған сенімнен. Пейшімнен сонау адам атада, әйел үшін қуылған ғой, атама дейді біреу. Екіншісі келіп былай деген: «О байғұсым, сүйгеніңнен жазғырғаның молырақ, менің қатем көп емес, сен ойлағандай ол бірақ. Сүйгендіктен жасадың мен еркек істер әрекет, емес пе ол лүмсақтан жол салынған пәлекет. Көзінен тіз түгендеп шық, бар еркегін әлемнің, аман қалған бар ма бірі арбауынан әйелдің». Мұны естіген екі патша бір-біріне қарап дәу болғаныңа. Тірі жаннан қызғанып көрген күні мынау болса, біздікі ойыншық екен. Тәңірім сақтасын. Мұның көрген құқайын бұрын соңды ешкім басынан кешпеген шығар деді. Содан кейін әйелмен қоштасып, екеуі де жалма-жан шаһарға қайтты. Шахрияр патша сарайына кірісімен әйелінің де, құлдардың да, кәнизактардың да басын алды. Осыдан бастап Шахрияр патша етегін жел ашпаған, аңарын күн көрмеген күнне бір қыз алып, түнімен қызықтағаннан кейін ертеңіне басын қағып отырады. Осылайша табандатқан 3 жыл өтеді. Бұдан хабардар жұрт зар иелеп қыздарын шаһардан алып қаша бастайды. Ақырында патша төсегіне лайықты бүкіл шаһарда бірде-бір қыз қалмайды. Бір күні патша уәзіріне өзінің үйренген дағдысымен: «Маған бүгін кешке бір қыз тауып әкел» деп әмір береді. Патша айтқан соң жан қалсын ба, ертеден қара кешке дейін шаһарды шарлап, шаршап-шалдығып үйіне келеді. Келгені құрсын, қыз табылмады. Патшаның мінезі белгілі, оған мұның басында пышақ қағу оп-оңай. Уәзірдің 2 қызы бар еді. Үлкеннің аты Шахризада, кішісінің аты Дүниязада болатын.
Үлкен қызының дүниеде оқымаған кітабы жоқ, бағзы заман патшаларының тарихын, әр халықтың аңыз ертегілерін жатқа білетін, сайрап тұрған, шежіретін. Басқаны былай қойғанда, бұл қыздың қолында қолжазба күйінде талай ақындардың жырдастандары, патшалардың тақ төңірегіндегі тартыс, дау-дамайы жайлы қағазға түскен көне нұсқалары болатын. Әкесінің мына қалпын көрген қыз, әке, неге сонша үрейің ұшып қабағын қатып отыр? Қай тауқыметтің талқысы жаныңды жеп барады? Ау баяғының ақындары, қасірет қайғы мәңгі деген пендеге, бұл пәниде бәрі өткінші сенбейде, ойын күлкі болса қандай баянсыз, қайғы мұңда өте шығар алаңсыз деген жоқ беді дейді. Қызының мына сөзінен кейін уәзір патшаның берген бұйрығын бастан аяқ айтады. Сонда Шахризада отырып, Аллаға аян антым сол әкежан, маған сенің басың қымбат. Анау мынауды қойып, сен мені сол патшаға апарып бер. Өліп кетсем тәуекел, жазмыштан озмыш жоқ, ол Құдайдың ісі. Тірі қалсам, бүкіл мұсылман қауымының қыздарын патшаның қиянатынан сақтап қалармын деді. Аллам сақтасын, балам, азат басыңды ажалға байлама дейді уәзір. Жоқ, мені апар, бәрібір сенің басыңды алады деп қызы көнбеді. Қайдан білейін, саған да баяғы диханның өгізі мен есегінің кері келіп жүрмесе деп қорқам. Ол немене сондай? Алдымен соны айтыңызшы деді қызы елең етіп. Есек пен өгіз жайлы хикая. Қызым есіңде болсын деп бастады хикаясын уәзір. Ілгеріде малы да, жаны да жеткілікті атақты бір дәулетті саудагер болыпты. Әйел, бала шағасы да көп екен. Құдайдың құдіретімен әлгі саудагер қанатты құстардың, аяқты мақұлықтардың тілін біледі екен. Өзі бір қыстақта тұрады. Қорасында күнделікті жұмсайтын өгізі мен есегі бар еді. Бір күні өгіз бен есектің тұрған жеріне келеді. Есектің қылын тартса, майы шығады. Айналасы да таза, сыпырып су себілген. Ақыры толған арпа бидай, жас жоңышқа. Есек оған бас қоймай, шіреніп жатыр. Мұның жұмысы жеңіл, қожайын анда-санда ғана, жақын жердегі шаруаларына мініп түскені болмаса, өзін көп қинамайды. Сонымен саудагер есек пен өгіздің өзара сөйлесіп жатқанының үстінен шығады. Сенің көрген күнің рақат, жегенің арпа бидай, жас жоңышқа, сосын шіреніп жатпай қайтесің. Қожайынның сылап сипайтыны да сенмен анда-санда шаһарға шығып қайтқаны болмаса, бітіріп жатқаның шамалы. Менің болса түрім мынау, ертеден қара кешке мойын тұрықтан босамаймын. Қос айдап жер жыртам дейді өгіз шағынып. Оған есек, менің ақылымды алсаң, айдайтын жерге барғанда, мойын тұрықты кигізген сәтте жатып ал, қанша сабаса да бұлқ етпе. Шыдамай бара жатсаң, тұрда қайтадан жат, сөйтіп қос айдаушының әбден ғырын шығар. Осында қайтып әкеп байлағанда, алдына салған жем шөптен нәр таппа, бір ауруға шалдыққандай кесір кесепат мінез танып. Су қойса оны да ішпе, сөйтіп 3-4 күн жем жемей тұрсаң, дәнемен кетпейді, біраз тынығып қаласың. Қожайын бұлардың барлығын тыңдап тұрады. Кешке жақын малай өгіздің алдына әкеп жем салады. Бірақ өгіз 1-2 қаужайды да, содан кейін есектің айтқан ақылы есіне түсіп қояды. Ертеңіне малай келсе, өгіз ауырып қалған. Кеше жер жыртуға жарамай, ілбіп зорға келіп еді. Шынымен бір кеселге ұшыраған екен ғой, дейді мұңайып. Содан кейін қожайынға барып, тақсыр, өгіз бүгін жұмысқа жарайтын емес, кешегі салған жем шөп сол күйі мұрты бұзылмай тұр. Шамасы ауырып қалса керек дейді. Бұл аурудың қалай пайда болғанын білетін қожайын, олай болса, қосқа есекті апарып, кешке дейін соқаға сал. Өгіздің жұмысын сол істесін дейді. Қас қарая күні бойы жер жыртып, әбден қалжыраған есек келгенде, өгіз тұрып, бүгінгі машақаттан құтқарған үшін оған рахмет айтады. Есек жауап қатпайды. Ақыл айтам деп өз басына бәле тілеп алғанына өкінеді. Ертеңіне малай тағы да есекпен кешке дейін жер жыртады. Есекең мойын қажалған, мұрша біткен, есеңгіреп зорға жетеді.
Өгіз тағы да есекке ырзалығын айтып, мұны әбден мақтайды. Есек тұрып, тып-тыныш жатқан жайымнан, басыма бәлені өз тілімнен таптым, бірақ есіңде болсын, саған жаным ашып айтам. Бүгін қожайынның бір сөзін құлағым шалып қалды. Ол малайға мына өгіз орнынан тұрмай жата берсе, еті армай тұрғанда қасапшыға апар, сойып сатып жіберсін деді. Бұл енді тықыр таянды деген сөз. Кейін маған ескертпет деп ренжіп жүрме. Бүгінгі бар естігенім осы деді. Өгіз есектің бұл қамқорлығына рахмет айтты. Қой, мұным болмас, ертең жұмысқа шығайын деді де, алдына салынған жем шөпті түгін қалдырмай жеп ақырдың ішін жалап жұқтап қойды. Қожайын бұлардың арасындағы әңгімені тағы естіп алды. Ертеңіне әйелімен екеуі аулаға келді. Қосшы малай өгізді жетелеп алып шықты. Ауладағы иесіне көзі түскен өгіз құйрығын аспанға шаншып, бір-екі рет тарқ-тарқ жел жіберіп ойнақтай жөнелді. Мұны көрген қожайын ішек-сілесі қатқанша күлді. Соншама ішің жарылатындай не болды деді әйелі. Қожайын, бұлардың барлық сырын өзім білем. Бірақ оның құпиясын маған айтуға болмайды. Айтсам болды, о дүниеден бірақ шығам деді. Жоқ, сен маған өліп кетсең де бәрін айтасың, мұна күлкің тегін емес деді әйелі. Болмай. Мені қинама, ол құпияны ашсам, мүрдем кетем деп тұрған жоқпын ба? Сенің бұл күлкің тегін емес, мені мазақтаудан туып отыр деді әйелі тұлданып. Әбден қыр соңынан қалмай, миын жеген соң, қожайын тәуекелге бел буды. Ағайын туғандарын, бала шағасын, сол махаллада тұратындарды түгел жиды, қазыға адам жіберді. Куәлар шақыртты. Солардың көзінше мал мұрасын балаларына бөліп беріп, болған істі баяндап, ажалға мойын сұнбақшы болды. Өйткені әйелін сұмдық жақсы көретін, оның үстіне бұл әйел немере ағасының қызы еді. Мынау құлыншақтай балаларының анасы. Шүкір өзі де жарық дүниеде 120 жыл өмір кешіпті. Туыс шек жат, жамағайын түгел жиналған соң, ал енді сендерден жасырмаймын. Бірақ бұл құпияны ашсам, артынша өлемін. Бақыл болыңдар деді. Жиналған ағайындары оның әйеліне, Құдай үшін, шырағым, мынау қылығыңды қой. Ел жұрттан ұяттағы балаларыңның әкесі емес пе? Бүгін өліп кетсе, бұларға кім пана болады дейді. Бәрі бір айтқызбай қоймаймын. Өлсе өмірем қапсын деді қасарсып әйелі. Ағайындардың бәрі жым-жырт үнсіз қалды. Бәрі бір әйел алған бетінен қайтатын емес. Қожайын сыртқа шығып дәретін алып қайтып келіп құпияны ашып өлуге бел байлады. Саудагердің елу мекиені бір ата қоразы, бір арлан төбеті бар еді. Аулаға шықса әлгі ит қоразға былай деп ұрсып жатыр екен. Сен қоқақтап неге мәз боласың? Біздің қожайын өлейін деп жатыр ғой. Не боп қапты? Деді қораз. Сол кезде әлгі төбет болған оқиғаның барлығын қоразға баяндайды. Құдай біледі, осы біздің қожайынымыз ақылы шамалы адам. Көріп жүрсің, менің бір басымда 50 мекиенім бар. Бірін аймалап, бірін алдап, бірін қорқытып өмір сүріп жатырмын. Біздің қожайын болса, жалғыз қатынын жөнге сала алмайды. Анау тұт ағашынан солқылдақ шыбықтарды кесіп алып, әйелін шоланның ішіне кіргізіп, есінен танғанша өлесі ғып сабаса, аяғына жығылып, бұдан былай ол қатын аузын ашпас еді дейді қораз. Қожайын ит пен қораздың арасындағы әңгімені тыңдап болғаннан кейін, әйеліне істегенін, мен де саған істеймін ау, қызым деді уәзір Шахризадаға. Әйеліне не істепті сонда, деді Шахризада. Уәзір сөзін аяқтай келіп, әлгі тұт ағашынан бірнеше шыбықты кесіп алады да шоланға апарып қояды. Сөйтіп әйелін алып шығып, бері жүр, мен барлық сырды саған шоланның ішіне кіргесін айтайын. Сосын өлермін. Жұрттың көзінше өлгенше сол жерде өлгенім артық дейді. Әйел күйеуімен шоланға кіреді. Сол кезде қожайын шоланның есігін іштен іліп алады да, басы көзі демей, әйелді шықпырта жөнеледі. Әбден есінен танған әйел ақырында жаздым, жаңылдым деп жалбарына бастайды. Байының қолы басын сүйіп аяғына жығылады. Шоланнан шыққан соң жиналып отырған ағайындардың алдында әйел кешірім сұрайды. Жұрт қуанып батасын береді. Содан кейін барып қожайын әйелімен өле өлгенше тату тәтті өмір кешкен екен.
Әкесінің бұл айтқан әпсанасына еліккен қыз жоқ. Мен хайуанаттар тілін білетін саудагер де орынсыз таяқ жейтін оның әйелі де емеспін. Айтқаным айтқан, тілегіңді беріңіз, әке, деді Шахризада. Амал жоқ. Осыдан кейін уәзір қызын үлдеме бүлдеге орап Шахрияр патшаға алып кетті. Аттанарда Шахризада өзінің сіңлісі Дүниязадаға бұлай ақыл айтты. Мен барып патшаның ордасына кіргеннен кейін сені шақыртам. Төсек шаруасы біткеннен кейін сен кел дағы. Апа, мына түнде бізге ермек болсын. Таң атқанша оқыған дүниеңнен бір әңгіме айтып берші де. Алла аузыма не салат, содан бастап кетермін. Азаттығымыздың алды сол болат, деді. Сонымен уәзір кәдімгі Шахризаданың әкесі қызын патшаға алып келді. Бұларды көрген патша қуанып, менің аңсаған аруымды жеткізген екенсің ғой, деді. Әлбәтта, тақсыр, деді уәзір қол қусырып. Шахрияр қыздың қолынан ұстай бергенде Шахризада ағыл тегіл жылап қоя берді. Шырағым, саған не болды, деді патша. Уа, ұлы мәртебелі патшам, менің кішкене сіңлім бар еді. Сонымен қоштаспай кетіппін, деді Шахризада. Патша жалмажан Дүниязадаға кісі жіберіп ордаға алдыртты. Апалы сіңілі екеуі құшақтасып, мауқын басқанша қатар отырды. Содан кейін патша төсегіне барып, Шахризадамен өзінің нәпсі шаруасын бітірді. Қайтып келіп, бұлар өзара тілге келіп сөйлесе бастағанда, Дүниязада, айналайын, апажан, Алланың атымен ант етемін. Мына түнді қысқарту үшін, тым болмаса оқыған дүниеңнен бір хикая айта отыршы, деді. Айтқанда қандай? Тек маған әділет айнасындай ұлы мәртебелі патшам мәулет берсе болды ғой. Мына сөзді естігеннен кейін өзінің де ұйқысы қашып жүрген патша қуанып кетіп, кәне, мен де тыңдайын, рұқсат, деді.